Past simple жай өткен шақта сұраулы сөйлем жасау үшін бізге бар болғаны did көмекші етістігі қажет болады. I, we, you, they, he, she, it есімдіктерінің алдына did қолданамыз, ал бұл есімдіктерден кейін етістік тұрады. Мысалы, Did you watch TikTok last night? Өткен түнде TikTok қарадың ба? Бұл сұраққа қысқаша жауап береміз. Yes, I did. Иә. Немесе No, I didn't. Жоқ. Сұрақ did-тен басталғандықтан did-пен жауап береміз. Did he help his parents? Ол ата-анасына көмектесті ма? Yes, he did. Немесе No, he didn't. Сұрақ did he-дан басталып тұр, ал жауапқа керісінше екеуін ауыстырып жіберіп, жауап береміз. Did he? Yes, he did. No, he didn't. Did it rain yesterday? Кеше жаңбыр жауды ма? Yes, it did. Немесе No, it didn't. Және етістіктердің барлығын өзгертпейміз, ешқандай жалғау жалғамаймыз, сол күйінде қолданамыз. Ал егер WH-тан басталатын арнайы сұрақ қойғымыз келсе, онда WH сөздері did-тің алдында тұрады. Мысалы, Where did you go at the weekend? Демалыста сен қайда бардың? Мұндағы сұраулы сөз where, ол did-тің алдында тұрады әрдайым. Бұл арнайы сұрақ болғандықтан, иә немесе жоқ деп жауап бере алмаймыз, нақты жауап береміз. I went to the shopping mall. Мен сауда орталығына бардым. Енді қараңыздар, мұнда біз сұраған кезде go-ды қолдандық, себебі did болғандықтан. Ал жауап берген кезде бізде did-ді қолданбайтын болғандықтан go өткен шақта қолданылды. Went, яғни go-дың өткен шақтағы формасы went.